беруде, қызыңды туып беруде бір емес бірнешеу. Өзіңнен аумайды. Тамағы қандай дәмді, үйің қандай тап-тұйнақтай. Ну почему менің мына басым істемей қалады, мына бас істегенде, блядь, дейді еркек. Екінші жылы жүреді, үшінші жылы жүреді. Ну төртінші жылы мына бас қайта-қайта неше түрлі, блядь, сучкаларды көріп тұр. Хочется прям, хочется. О, бір қызды көріп қалады, да? А такая ничего. Депші, бүкіл флирт техникалары, бүкіл қылығын, қылмыңдағанын көрсетіп, а еще гибкосын көрсетіп, тойда тамада болып тұрсаң, алдыңнан былай өтеді, былай өтеді, көзіне қарасаң кетер емес. А чё бы нет? Бір көрейін. Маған қандай стоп бар? Маған болады ғой, мен еркекпін ғой. Бұлай қарап отырсаң, біздерге даже 2-3 әйел алуға рұқсат етілген. Мен 2-3 әйел алмайым, просто көрем. Просто қызық. Просто тартып тұр. Просто мына бас істемей жатыр, уже мына бас тұрып тұр. Бір-ақ рет көремін. Осы жерде қателік. Ол ойлайды да, бір көремін, да и все, үйімде сүп-сүйкімді келіншегім бар. Кете қаламын. Но не тут-то было. Бір көргеннен кейін, ана сучка деген үстіне отырып алып, айналдырып, қысып, сорып, жалап, секіріп, ыңқылдап, сыңқылдап, қылықтары қандай тәтті деп тұр. Жүрек қатты соғуда. Қайтадан кіргім келіп тұр. Вроде тесік как тесік, но қалай береді мынау? Қандай қылықтар жасайды? Басты кетіріп барады. А еще мынау вообще басқаша ғой. Тамағым жоқ, азанда тұрсам. Ыстық бәліштер жоқ, е? Барып сырттан тамақтанамыз. Жатсы мынау деп. Мен жүгіріп жүрмін. Кофе в постель әкеліп. Не істеп жатқанымды өзім түсінбеймін. Мен не дуаланып қалғаным ба? Мен не істеп жүрмін? Өмірде әйелге кофе в постель алып келмеген ғой. Мен өмірде әйелге обслуживать етіп былай жүгірмеген ғой. Мен не алып жүгіріп жүрмін мынаның алдында? Мына сучканың алдында. Ну извини, братан, ты попал в капку. Кішкентай